Сәлем достар, өте дәмді, денсаулыққа пайдалы, дұрыс тамақтану печеньесін даярлайтын боламыз. Овсяные хлопьяны блендердің көмегімен майдалап аламыз. Оны бір ыдысқа саламыз. Арахисті немесе грек жаңғағын блендердің көмегімен майдалап аламыз. Оны да сол ыдысқа саламыз. Сухофруктыды да блендердің көмегімен езіп аламыз. Оны да сол ыдысқа саламыз. Бір дана жұмыртқаның ақуызын қосып, барлығын біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Противеннің үстіне пергамент қағазын немесе тефлоновый коврикті төсеп, оның үстіне осы массамызды орналастырамыз. 4 бұрышты форма жасаймыз, оның қалыңдығы шамамен жарты сантиметр болуы қажет. Болашақ печеньелеріміздің формасын 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. 150 градуста қызып тұрған пеште шамамен 20 минут көлемде пісіреміз. Дәмді печеньеміз дайын, ас болсын сіздерге.